Біздің бесік Құранда айтылған ба? Өмірге келген сәбидің алғашқы отауы бесік десек артық айтқандық емес. Бесіктің пайдасы бүгінге дейін талай кітаптарға арқау болған. Әйгілі жазушы, білгір этнограф Мұхтар Әуезов ел болам десең бесігін түзе деп бесік тәрбиесін бүкіл елдік деңгейге көтергені мәлім. Ел болу деген ұғымның аясы мен ауқымы өте кең. Біздіңше бұған дініміз де, тіліміз де, бірлік, ынтымақ, бауырмашылдығымыз да, өзге жұрттың соңында қалмай, тереземіздің теңделуі де, қысқасы, ешкіммен ұялмай, екі дүниеде бақытты ғұмыр кешудің бәрі де түгел сыйып кетеді. Міне осының бәрі бесіктен басталатын заңға жазушы меңзеп отыр. Бірақ соңғы кездерде баланы бесікке салу мұсылмандыққа жата ма? Құран мен хадистерде біз бұл жайлы деректер кездесе ме деген сауалдарды да естіп қаламыз. Сондай-ақ бесікті ескіліктің қалдығы деп санайтын жаңа заманның жас ата-аналары да жоқ емес. Сондықтан бүгін ғасырлар бойы халқымызбен бірге жасасып келе жатқан осынау ұлттық бұйымның мән-мағынасы мен оның мұсылмандыққа қатысы жайлы біршама ой өрбітпекпіз. Ең алдымен айтарымыз, бесік қасиетті Құранда аты аталған бұйым. Алла тағала әкесіз туылған Иса пайғамбар туралы мынадай аят түсірген. Сондай-ақ ол бесікте де, ересек егде шағында да адамдармен тілдеседі, әрі ізгі жандардың бірі болады. Әли Имран сүресі 46 аят. Осы аяттағы мәфт деген сөзді көп тәпсіршілер бесік деп түсіндірген. Араб тілінен аударғанда бұл сөздің түбірі төсеу, түзету деген мағыналарды білдіреді. Түсіндірмелі сөздіктерде бұл сөз баланың тыныш ұйықтау үшін әзірленетін арнайы орын деп түсіндірілген. Ибн Ашур деген ғалым өз тәпсірінде аталмыш аятты түсіндіру барысында мәғз сөзіне мынадай анықтама береді. Сандыққа ұқсайтын ағаштан жасалған қақпағы жоқ бұйым. Ол сәбидің сүт еметін шағында жататын орны. Құлап қалмау үшін бала соған салынып қойылады, дейді. Міне, бұл анықтама қазақтың мыңдаған жылдардан бері қолданып келе жатқан бесігіне өте ұқсас. Ендеше баланы бесікке салу мұсылмандыққа жат деп қорытынды шығару асығыстық. Баланы пайғамбар үлгісі бойынша тәрбиелеудің жолы атты бірнеше томдық академиялық жинақта балаға бесік дайындау деген арнайы тақырып бөлінген. Сонда бесікке қатысты аят хадистер талдалынып келіп, мынадай маңызды тұжырымдар жасалады. Бірінші, емізулі баланың өз анасынан бөлек жатуы үшін арнайы жасалған орны болады. Екінші, бесік ананың омырауындағы баласымен бірге ұйықтауына мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар емізіп жатып көзі ілініп кетсе, байқаусызда сәбиін басып қалмауына, ұйқылы ояу күйде нәрестеге қолы тиіп кетуіне немесе басқа да зиян келмеуіне жағдай жасайды. Үшінші, бесік баяу тербетілгенде баланың бүкіл ағзасы демалады, рахаттанады. Бесік анаға баланы ұйықтату үшін көмек болады. Бесінші, тербетілгенде бала жерге құлап қалмау, қауіпсіз жатуы үшін бесіктің қоршауы болады. Мұсылман ғалымдардың бесіктің осындай пайдаларын санап шыққан. Сондықтан кезінде Мариям анамыз Иса пайғамбарды босанғанда көп кешіктірмей оны бесікке бөлеген деген ойдамыз. Өйткені ел оны күнәлі азғын іс жасады деп айыптап жатқанда, ол бір ауыз тіл қатпай бесіктегі баланы нұсқады деген мағынадағы аятты Құраннан кездестіруге болады. Қашаған ақынның пайғамбарлар туғанда бесік болған бұл ағаш деп жырлауы да тегін болмаса керек. Осының бәрін жақсы білген, дұрыс зерделеген ата-бабаларымыз сәбиді бесікке салуды ерекше дәстүрімізге айналдырған. Сонау ерте замандардан бері ауыздан ауызға тарап келе жатқан Қобыланды батыр жырында алтыннан бесік ойдырып, ақ торғынға бөлеген деген тармақтар бар. Бұл сөздер біздің жұрттың сол кездегі биік эстетикалық талғамынан хабар берсе керек. Құдайға шүкір, бүгінге дейін туған қыздың артынан бесік апару салты, бесік тойы үзілген жоқ. Бұдан кейін де жалғасын таба береді деген үміттеміз. Ал енді бесіктің пайдаларына тағы тоқталсақ. Біріншіден, бесік тазалық, гигиенаны таптырмас құралы. Оның шүмегі, түбегі, жүргегі мен жаялығы бәрі де баланың асты құрғақ һәм таза болуын қамтамасыз етеді. Бүгінгі памперс, хаггис секілді химиялық заттармен салыстырғанда бесіктің бұл бөлшектері әлдеқайда пайдалы әрі таза. Қасиетті Құранында өздеріңді өздерің қауіп-қатерге итермелемеңдер. Алла тағала тазалағандар мен
тәубе еткендерді жақсы көреді деген аяттармен, тазалық иманнан деген хадис тұрғысынан келгенде бесіктің тазалыққа тигізер пайдасы орасан. Екіншіден, бесік жаңа туылып, өсіп, қалыптасып келе жатқан баланың физиологиясына өте пайдалы. Бесіктің төсек салынатын, түбек орналасатын тақтайлары баланың омыртқасы түзу болуына әсер етпей қоймайды. Ал омыртқаның бүкіл денеге қаншалықты әсер ететіні бүгінгі ғылымға белгілі. Бүгінде омыртқаның қисайғаны неше түрлі дертке шалдығып жүргендер де көріп жүрміз. Ғаламтордың беті омыртқаға арналған жаттығуларға толы. Міне, сондай мың бір бәлеге душар болмау үшін ата-әжелеріміз жастайынан баланың белі мен омыртқасын түзу қалыптастыруға тырысқан. Үшіншіден, бесіктің тербелуі, бесік жырының айтылуы баланың психологиясына ерекше әсер етеді. Сұлтанмахмұттың «Бесігімде жатқанда-ақ берген білім» деп ана тіліміз туралы айтатыны бар. Бесік жырында айтылатын сөздердің бәрі тұнып тұрған дұға. Ешбір бесік жырында ұры бол, залым бол, жаман бол деген сөз кездеспейді. Керісінше адам бол, жақсы бол, денің сау болсын деген сөздер айтылады. Мұның бәрі әрине шариғатымыз құптайды. Ал енді осы тілектер көп айтылған кешегі кездерде қазақтың даласында ата-анасын сыйлайтындар, білегі күшті батырлар, темірден түйін түйетін ұсталар мен екі ауыз сөзбен екі елдің дауын шешкен шешендер де өте көп еді. Қысқарта айтқанда, бесіктің пайдасын саралап шықсақ, том-том кітаптарға да жүк болады. Бүгінде қазақтың бесігін Харви Карп секілді шетелдік дәрігерлердің зерттеп жүргені де бесікте ашылмаған сырлардың көп екенін білдіреді. Ал біздің айтпағымыз ұлттық дәстүрлеріміздің бекерден бекер қалыптаспаған. Ата-әжелеріміз ақылсыз, білімсіз, парасатсыз болмаған. Керісінше, әр нәрсені мың ойланып, жүз толғанып барып жасайтын пайымы терең жандар болған. Сондықтан асыл дініміз бен ұлттық салт-санамызға ие болайық, ағайын. Автор Асылбек Әуесханұлы. Оқыған Мұхтарбай Қырмызы. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.